Toğuz toңқылдақ, бір шіңкілдек. Ертеде екі қатыны бар бір адам болыпты. Бәйбішесінен 9 ұлы, тоқалынан бір ұлы бар екен. Бәйбішеден туған 9 ұл зорлықшыл болыпты. Сондықтан оларды жұрт тоңқылдақ деп атапты. Бәйбішесінен туған 9 тоқалдан туған жалғыз ұлды шырылдатып зорлық қыла беретін болған соң, оны жұрт шіңкілдек деп атапты. Әкесі өлген соң бұлар азғана малдан айырылып, жұтап қалады. Бәрі қаңғырып мал іздеп бір жерге келеді. 9 тоңқылдақ малды бірге жаяды, шіңкілдек бөлек жаяды. 9 тоңқылдақ бір шіңкілдекке қастық қыла береді. Bir күні шіңкілдектің далада жайылып жүрген жалғыз ешкісін 9 тоңқылдақ өлімші қылып кетіпті. Шіңкілдек жылап, ешкісін бауыздап сойып отырса, бір 6 Әғалабас атан жайылып мұның қасына келіпті. Шіңкілдек ешкісінің қанын түйелердің басына жағыпты. Содан кейін бұлардың бәрі де қызыл алабас атан болыпты. Біраздан соң бір кісі келіп шіңкілдекке шырағым, бір 6 алабас атан көрдің бе? Мұна бір 6 қызыл ала атан сенікі ме депті. Шіңкілдек, басқа түйе көргенім жоқ дейді. Кісі кетіп қалған соң шіңкілдек ешкісінің етін қызыл алабас атанның біреуіне өңгөріп, өзгесін үйіне айдап келеді. Шіңкілдектің 6 атан айдап келгенін көріп, 9 тоңқылдақ келіп, «Ей, шіңкілдегім, бұл 6 қызыл алабас атанды қайдан әкелдің?» деп сұрайды. Шіңкілдек, «Ойбай, Құдайдың өзі берді. Осы түйелер келді де, ешкімнің қанын бастарына жағып, есіне танытпай, менің түйем болып қалды. Ешкінің қаны таусылып қалды. Егерде көп болғанда көп түйе басым боя бәрі менікі болатын еді» дейді. 9 тоңқылдақ жалма-жан өзді-өзі ақылдасып, «Ойбай, бізде түйелі болайық» деп ертеңіне барлық ешкілерін далаға апарып бауыздап, қандарын әр жерге құйып күні бой аңдып отырады. Бірақ бірде түйе келіп басын боямайды. Сонан соң бұлар қап бәлем шіңкілдек біз алдаған екен деп үйлеріне қайтып, шіңкілдекті өлтірмек болады. Шіңкілдек мұны біліп өз далаға барып жасырынып жатады. Түнде 9 тоңқылдақ келіп, шіңкілдек екен деп шіңкілдектің ұйықтап жатқан шешесін өлтіріп кетеді. Таңертең шіңкілдек өлген шешесін киіндіріп, басына жаулығын орап, тірі кісіше бір түйесіне отырғызып, өзі артына мініп, бір елге қарай жүреді. Жүріп бара жатқанда бұларды 9 тоңқылдақ көріп, «Бұ неғып өлмеген?» деп таңғалысып, шіңкілдектен сұрай бастайды. «Ей, шіңкілдек, сен өлген жоқ қойдың?» деседі. Шіңкілдек, «Түсімде бір 9 кісі келіп өлтіріп еді. Құдайдың өзі тұрғызып берді. Сені өлтірем дегендердің өзі мерт болады» деді деп жүре береді. 9 тоңқылдақ қорқып, үрейлері ұшып қала береді. Шіңкілдек жол жүріп, бір ауылдың жанынан өте бергенде, топ бала шаға, қыз келіншектер шығып, шіңкілдекке ит қосып, түйесін үркітеді. Түйесі үркіп, шешесімен шіңкілдек жығылып қалады. Шіңкілдек ойбай салып жылап, өліп жатқан шешесінің басын құшақтап отырады. Жұрт жиналады. «Не болды, не болды?» деп келіп сұраған жұрт шіңкілдектің өлген шешесін көреді. Шіңкілдек, «Мына қыздар түйемді үркітіп, шешемді өлтірді. Ең алдымен келіп түйені үркіткен ана қыз» деп бір сұлу қызды көрсетеді. Ауыл адамдары олай сөйлесіп, бұлай сөйлесіп, құнға шіңкілдекке сол қыздың өзін береді. Шіңкілдек қызды алып үйіне келеді. Келген соң 9 тоңқылдақ жиналып, «Өй, қызды қайдан әкелдің? Қызды қайдан әкелдің?» деп сұрайды. Шіңкілдек, «Бір ауылға барып едім, өлген кемпірді жинап, базарға апаруға дайындалып жатыр екен. Әрбір кемпірдің орнына бір қыздан беріп жатыр екен. Сонан соң шешемді өлтірдім де, оны апарып беріп, мына қызды алдым» дейді. 9 тоңқылдақ жалма-жан өз шешесін өлтіріп, қыз береді деген жерді іздеп жөнеледі. Өлген шешесін алып неше күн жүріп, бір ауылға апарып, «Мына өлген кемпірге кім қыз береді?» деп сұраса жұрт, «Мына оңбағандар не айтады?» деп өздерін сабап жіберіпті. 9 тоңқылдақ шіңкілдекке қатты ашуланып айтады. Олар шешесін өлтіріп алып кеткенде шіңкілдек өзінің әкелген қызымен екеуі үйінің жанында тұрған екен. Бір кісі келіп шіңкілдектен жөн сұрапты. «Шырағым, мына бала қарындасың ба?» депті. Шіңкілдек, «Я, қарындасың» дейді. Кісі, «Қатыным өліп әйел іздеп шығып едім. 100 қой алып, қарындасыңды маған берші» дейді. Шіңкілдек, тағы да бірдеме қылып қатын тауып алармын деп ойлайды. «Жарайды, берейін» деп қызды әлгі кісіге береді. Кісі уәделесіп, «Өзің келіп, қойыңды алып кет» деп қызды әкетеді. 9 тоңқылдақ өз шешесін өлтіріп, қыз ала алмай ашуланып, енді қайтсек те шіңкілдекті өлтіреміз деп келсе, шіңкілдектің қызы жоқ, өзі отыр. 9 тоңқылдақ,
Kızın kayda deydi. Şinkildik, uybay. Endi ölü kempirдің de, tiri kempirдің de keregi жоқ деп, kız bergen oldun adamdары gelip kızın tartıp alıp ketті deydi. Тоғыз тоңқылдақ, өй, сен иттің кесірінен бізде шешемізді өлтіріп алдық деп, бұлай шығып, бәрібір мұны өлтіру керек десіп, уәделесіп қояды. Шіңкілдек оны сезіп кешке, түйемді күзетіп жатам деп, киініп сыртқа шығады. Құм мен жүнді араластырып, көйлек шалбарын толтырып, басына жаман тымағын баса кигізеді. Өзі тәрізді адам қылып, түйелерінің қасына жатқызып қояды. Өзі аулағырақ барып жасырынады. Түнде тоғыз тоңқылдақ келіп, Шіңкілдектің өзі деп, манағы оның қолдан жасаған адамын буындырып өлтіреді, көтеріп апарып, ағып жатқан терең өзенге тастайды. Оны Шіңкілдек көріп алып, қызды алған кісіні іздеп түнде жүріп кетеді. Қызды алған кісіден 2-3 күнде 100 қой алып келеді. Мұны көріп енді тоғыз тоңқылдақ тіпті қатты таңданады. Бәрі Шіңкілдекке келіп, «Ей, сен суға кетіп өлген жоқ па едің? Мына қойды қайдан әкелдің?» дейді Шіңкілдек. Әнеугінгі мені өлтірген 9 кісі тағы да өлтіріп, суға тастап еді. Суға батқан соң Құдай тағы да тірілтіп берді. Көзімді ашып қарасам, судың асты толған қой екен. Содан мына 100 қойды әрең айдап шықтым. Егерде көп кісі болғанда, аяқ астынан көп қой айдап шығатын едік. Барғанда кісі қойын қоншыңа тас толтырып бару керек екен. Әйтпесе кісі судың түбіндегі қойдың көп жеріне бара алмайды екен дейді. Мұны естіп тоғыз тоңқылдақ, ойбай, ендеше дәл қойдың көп жерін көрсет, бізді түсіп айдап шығайық дейді. Бір Шіңкілдек тоғыз тоңқылдақты ертіп, ағып жатқан өзеннің ең терең шымырлаған жеріне келіп, ең қой көп жер осы екен дейді. Тоғыз тоңқылдақтың әуелі біреу тас байлап суға түсіп, қолын ермеңдетіп батып кетеді. Шіңкілдек, ойбай, анау қолын бұлғап, бәріңде тез түстеп жатыр. Қалың қойға киліккен екен, бәріңде тез түсіңдер деп барады дейді. Тоғыз тоңқылдақтың өзгелері де суға қойып кеткенде, оларды суға ағызып ала жөнеледі. Сөйтіп, тоғыз тоңқылдақтың бәрі де суға кетіп, Шіңкілдек тапқырлықпен аман қалып мұратына жетеді.